Рахманқұл Көбейұлы, Алматы қаласы, 28 наурыз 2021 жыл, біздің Майдан. Біздің Майдан, тіліміздің майданы, көк бөрілі еліміздің майданы, мәртебесін көтермесек тілімнің, мәңгүрттермен мақтабастар жайлады. Біздің Майдан, жау жүректер майданы, ары жүрсін сатқын менен сүмелектер қайдағы. Жігіттерім қайтпас, қайсар, ер жүрек, тілім үшін отқа түсіп қазанында қайнады. Біздің Майдан, парасатты, ақылдының майданы, нәзік жанды болса да батылдының майданы, руза менен лолалар, алмагүлмен маялар, мың мәңгүртке берілмей, ортамызда жайнады. Біздің Майдан, мейірімділер майданы, жақын емес алысты көретіндер майданы, қазақша түс көретін, қазақша ой түйетін, өзге емес өз тілін сүйетіндер майданы. Біздің Майдан жетелейді табысқа, еліктемейді шығысқа да батысқа, шетте тұру мүмкін емес ағайын, ана тілім тұрған кезде тартыста. Тіл майданы, соғыс емес қозғалыс, тілін үшін күресе біл отқа түс, қазақ ұлты тілсіз халық болмай ма, бола алмасақ ана тілге қорғаныс. Біз майданға мәңгүрттермен түсеміз, кейде оларға кетіп жатады есеміз, жоқ, ұранымыз тіл майданы болған сон, қашанда біз тілін оның кесеміз.